Сәлем достар, бүгін бізде үлкендердің өзі жауап бере алмаған логикалық сұрақтарды жасыратын боламыз. Сондықтан да миыңызды қалай істейтінін анықтаңыздар. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Арман мен Әсел жағажайға қыдыруға шыққан болатын. Әсел дайвингке дайындалғысы келіп, теңізге бет алды. Сол уақытта Арман кітап оқып отырды. Бір кезде теңізден Әселдің қолы шығып тұрғанын көрді. Біраз уақыттан соң Әсел қайтыс болды. Арман оны жақсы көрді, бірақ құтқармады. Неге? Дұрыс жауабы. Арман оны демалмау жаттығуын жасап жатыр деп ойлады. Номер 2 сұрақ. Екі шелекте де су бар. Бірінші шелекте 25 градус. Екінші шелекте де 25 градус. Екі шелекке де тиын тастадық. Екеуі де шелектің бетіне бірдей келді. Қай тиын шелектің астына бірінші түседі? Дұрыс жауабы. Бірінші шелек. Себебі онда плюс 25 градус болғандықтан сұйық, ал екінші шелекте су мұз болып қатып қалған. Номер 3 сұрақ. Өте бай бизнесмен полицияға келіп баласын ұрлап кеткенін айтты. Ертесіне баласы звондап, көмектесіңіз, мені қайтару үшін көптеген ақша беруін ұсынып отыр. Олар менің бетімді қара қаппен жауып қойды. Мені көпірге апарайын деп жатыр. Ұрылар 3 және Аяз атаның киімін киіп алған деп айтып үлгерді. Полиция қызметкері бизнесменге уайымдамауын айтты. Себебі балаңыз сізді алдап жүр. Полиция баланың алдағанын қалай білді? Дұрыс жауабы. Баланың бетін қаппен жапса, ол көпірді және 3 ұрыны қалай көрер еді? Видео соңына да келіп қалдық. Егер видеоны лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер.